Мен Кушенова Самал Лесқызы. 1981 жылы 27 қаңтарда Атырау облысы Махамбет ауданы Алға ауылында дүниеге келдім. Туған жерім Алға ауылында 11 жылдық мектепті аяқтап, 1999 жылы Атырау қаласындағы Халел Досмағамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, 2004 жылы математика және физика пәнінің мұғалімнің мамандығын алып шыққан болатынмын. 2005 жылы нөмір 13 ұлттық мектеп гимназиясында еңбек жолымды бастадым. 2023 жылдан бастап нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектепте орналасып қызмет етудемін. Педөтілім 19 жыл. Санатым педагог зерттеуші. Өмірлік ұстанымым: адамның басына қонған бақытын тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Абу Насыр Аль-Фараби. Педагогикалық тұжырымдамам: үнемі жаңалыққа ұмтылып, тәжірибемді жетілдіру. Мұғалім: ісі сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ең ұлы істің бірі. Ұстаз: жаратылыстан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Алма қойған мақсатым: оқытудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, сапалы білімге қол жеткізу. Оқушыларды білім беру мен тәрбиелеуде жаңа әдістерді қалыптастыру. Ұстаз: сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырып, үйлестіріп, келістіріп өткізетін педагог. Бүгінгі күні сынып жетекші, кәсіпкер педагог өсіп келе жатқан бала үшін жалпы адамзаттық мәдениетті меңгеруде оқушы мен қоғамның арасында рухани жалғастырушы. Сызық ұжымының бірлескен іс-шараларын ұйымдастырушы. Дүниенің қыр-сырын зердеге тоқытып, санаға адамгершілік нұрын құятын алтын адам ол сіз бен біз, яғни ұстаздар. Осындай жауапкершілік пен маңызды міндеттерді арқалаған нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектепте қызмет атқаратыныма қуаныштымын. Мамандығымнан бөлек өмірде де ұстазбын. Қарты бар үйдің қазынасы бар дегенде, әрқашан мені қолдайтын енеме сүйікті келінмін. Жолдасыма қандай жағдай болмасын, жақсылыққа жөн сілтер ұстазбын. 3 балама бағыт сілтер ана ұстазбын. Отбасы бақыт мекенім. Оқушыларым менің жеткен жетістігім, менің жемісім. Мен үшін олар жұлдыз. Сөзімді қорытындай келе, мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімдігі де жойылады. Дегенде, әлі де үйренуден жалықпаймын. Ұстаздық қайраттылықты қажет ететін, барша кедерге қарсы қасқая тұрып жүріп өтетін сара жолы.